Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен Қарақалпақтың ұлттық тағамы хожелі мантысын дайындайтын боламыз. Бұл хожелі мантысы жеңіл әрі тез дайындалады. Бізге ең алдымен қамыр илеп алу керек. Сіздер орама немесе мантыға қандай қамыр илейтін болсаңыздар, бұл хожеліге де дәл солай ғып қамыр илеп аласыздар. Мен қамырға ұн, су, тұз және де бір жұмыртқа қосып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қылып нан илеп алдым. Нанымызды бірнеше бөлікке бөліп алып, біраз тындырғаннан кейін өте жұқа етіп жайып аламыз. Жаймамызды барынша жұқа етіп жайып аламыз. Мен бірден 2 жайымды жайып қойдым. Дәл осы уақытта отқа суларыңызды қоя беріңіздер, яғни қайнай берсін. Біз түйіп болғаннан кейін бірден отқа қойғанға. Біз енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы бізге аз мөлшерде кетеді, яғни мантылар сияқты көп мөлшерде салма салып жүрмейміз, аз ғана саламыз. Бізге ол үшін фарш, сарымсақ, тұз, аз мөлшерде қара бұрыш. Егер майлы болғанын қаласаңыздар, құйрық май қосып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, дайындап қоямыз. Жайып алған қамырымызды 20 см көлемінде кесіп аламыз осылай. Бұны кесіп алғаннан кейін оқтауымызды алып, бұның үстінен тағы да біраз жайып жібереміз. Өйткені нанымыз бізде барынша жұқа болу керек. Сол үшін мен тағы да жайып кесіп алғаннан кейін тағы да үстінен жайып жібердім. Енді салмасын ортасына жақсылап тұрып саламыз, жұқалап саласыздар. Және де мантыны қалай түйеміз, дәл сол сияқты үлкен мөлшердегі манты болып түйеді. Міне видеода қарасаңыздар, үлкен көлемдегі манты болып шықты. Барлығында осылай түйіп аламыз. Яғни бұл мантының үлкен түрі және де жұқа болып келеді. Осылайша барлық кесіп алған 20 см көлеміндегі қамырларыңызды үстіне тағы да бірнеше рет жұқа ғып жайып алып, ортасына фаршын салып, начинкасын барлығын тағы да осылай түйіп аламыз. Хожеліді дайындау біздің көп уақытымызды алмайды. Барлығын жақсылап тұрып осылай түйіп аламыз. Түйіп алғаннан кейін мантоваркамызды жақсылап тұрып майлаймыз. Мантоваркамызге хожелілерімізді дәл осылай дізіп шығамыз. Арасы жабысып қалмас үшін араларына осылай сұйық май жағып шығасыздар. Сонда мантымыз бір-біріне жабыспайды. Хожелі пісіп дайын болғанша біз приправасын жасайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған майға сарымсақты сап-сары болғанша қуырып аламыз. Үстіне тұз, 1 қасық қант, мен кішкене паприка қосып жібердім, және де 1 қасық томат. Барлығын жақсылап тұрып араластырып қуырып алғаннан кейін үстіне 1 стакан су құйып 15-20 минуттай қайнатып алыңыздар. Мінекей біздің хожелі мантымыз 30 минутта дайын болды. Тез әрі өте дәмді болып шығатын тағамның түрі. Рецепт сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рецепт менен болсын, қолдау сіздерден болсын. Барлықтарыңызға ас болсын.